Құрметті достар, бұл дүние мен о дүниенің айырмашылығын дұрыс түсініңіздер. Әрине, бұл дүние сол о дүниенің прототипімен жасалған. Только бұл дүние материальный, о дүние рухани. Сондықтан дағы былайша айтқанда, бұл дүние ол дүниенің айнасы секілді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан дағы бұл жерде түгел астарлы, бұны жаңағы бұл дүниенікін бұл дүниеге деп түсініңіздер, о дүниенікін о дүниеге деп түсінесіздер. Ешқандай түсінбеушілік туындамасын. Сондықтан дағы өзі келесі ақпараттарда Маркең өзі бәрін түсіндіріп жатар. Және де осының барлығының шешім кілті жаңағы Рахым ағаларыңыздың Биғарда жүрген сол кісінің білімдерімен толықтырылады. Ал мен оның бәрін өңдеп сіздерге өздеріңіздің тіліңізде түсіндіріп беремін. Сондықтан дағы ешқандай түсінушілік болмасын, негізі әзірше бәрі дұрыс. Сондықтан дағы естеріңізде болсын. Бұл дүние ол дүниенің жемісі. Тура өзі осы дүниеде не істейсіздер, соның барлық көрінісін ол дүниеде табасыздар. Әрине, менің айтқан сөзімнің барлығы орындалады, егер Алла қаласа. Біз Алланың сол программаларын сіздерге жеткізіп отырған адам болғандықтан, бәрінде де Алланың қалауы болады. Қазіргі уақытта арамызда тіпті біздің өзімізге де жаңағы қара күштер шабуыл жасауы мүмкін. Сондықтан дағы барлығы де сіздерге түсіндіріледі Алланың қалауы бойынша. Алла қаласа, бәрінде түсінесіздер, бәріне орнына қойылады. Біз соған атсалысамыз. Біз деген Алла, оның елшісі және ізгі тақуалар. Амин.